Ері аймаласқысы келгенде қарсыласатын әйел мен ері бір шаруа жасап жатқанда ойнап күлкісі келетін әйелді алып қарасақ, біріншісі ерін жек көретін әйел, екіншісі еріне енжар әйел. Ерінің достарынан өзге достары бар әйел, нашар әйел. Ақсақалға жарасар тілеу қорлық отбасы, бәйбішеге жарасар қолындағы қара сабасы, келіншекке жарасар емшектегі баласы, қыз 15-ке келгенде шашынан көп жаласы, бұл жалғанның жаманы, ағайынның жаласы. Не ерінче өлер, не келінче өлер. Ері өліп ерге тиген қатын келіншек. Ауылды келіншек бұзар, елді келімсек бұзар. Ер мен әйел тамақ жейтін қос таяқша сияқты, екеуі бірлескенде ғана отбасын бақытқа бөлейді. Әйелдің отбасындағы негізгі қызметі тәуекелдерді басқару, ақша табу емес, ақша үнемдеу. Біздің жас жұбайларымызға шыдамдылық жетпейді, ал мықты отбасы құру үшін жұмыс пен уақыт қажет. Ештеңеге қарамастан үйлен, жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Жақсы отбасында жазалау деген атымен болмайды, ал бұл отбасы тәрбиесінің ең дұрыс жолы. Отбасылық өмірде ірі зілзаладан аман қалу, ұсақ түйек кикілжіңнен құтылудан әлде қайда оңай. Жұбайлар бір-бірінің мінезін зерттеп білмей, некенің бақытты болуы екі талай. Отбасы тірлігіндегі ең мәнді тетік махаббат. Отбасылық өмір екі жастың басына көп міндеттер мен парыздар жүктейді. Әр адам соған дайын болғаннан кейін үйлену туралы шешімге келгені дұрыс. Бақытты отбасылар бір-біріне ұқсас келеді, ал әр бақытсыз шаңырақтың өзіне тән қиындықтары бар.